Кеше тағы да қалың мал мәселесі көтерілді. Пабликті ашып қалсам, кәдімгідей Алтынай Жорабаеваның қызына осынша 15 миллион берілді деп. салып жіберген ғой оны. Мен айтып отырмын ғой, ана видеоның ешқайсысын кейін көріп жатырмын да. Майблогерлар өздері түсіріп, өздері жасап жатыр. Енді өзіңіз шымкенттіксіз ғой, білесіз ғой. Интернет желісі бәрібір сол контент дейді, ахват дейді. Сол майблогерлардың өздері жасап жатыр. Жарайды дедім. Оларға да өздерің шешіңдерші, қалай дұрыс деп санайсыңдар, солай жасаңдар дедім. Сол. Ал 15 миллионға келетін болсақ, келісілген ба, жоқ қалай болды екен? Жоқ, мен білген жоқпын. Шынымен басында мен енді көріп жатасың ғой, 5 миллион, 10 миллион сондай болатын шығар деп ойладым да. Енді соның бір ар жақ бер жағы болады ғой деп ойладым. 15 миллион естігенде өзім ұялып қалдым. Мейлі енді. Енді көңіл ғой. Бәрібір дұрыс қой, оны қызды сатылмайды, бірақ қыздың қалыңы болу керек деп айтады ғой өзі қазақта. Сіздің кезіңізде болған бет? Болған. Иә. Сізге қанша берді? Сіз үшін. Оны айтпай ақ қояйықшы.